Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі тележүргізуші әрі парламент сенатының депутаты Дана Нұржігіт әріптесі әрі өмірдегі қимас досы болған Бейсен Құранбек туралы былай деп тебірене жазды. Қимас досым, жанашыр әріптесім, журналистика, оның ішінде телевизия журналистикасында құбылыс болған саңлақ Бейсен Құранбектен айырылып қалдық ағайын. Бейсенді қараған емшілердің бірі бүкіл қазақтың өксігін жинап алыпсың қарағым-ау деген екен. Нардың жүгін арқалап жүріп, айықпас ауруға шалдыққаныңды өзің де сезбей қалдың Бейсеке. Соңғы деміне дейін қасында болып, кеше-кешке өзім сөйлескен жары Гүлмираға, әкесінің қос шынары қыздарына, 90-нан асқан аяулы анамыз бен бауырларына, қабырғамыз қайса, қайғырып көңіл айтамыз. Бақұл бол досым деп жазды сенатор ханым. Жақсы ай мен күндей, әлемге бірдей деп тегіннен тегін айтылмаған ғой шіркін. Көзі кетсе де, артында жасаған игілікті ісі қалған ағамыздың жақсылығын көрген азаматтар жер-жерден естеліктер жазып, көңіл айтып жатқанын көріп отырсыздар. Президенттен бастап, барлық таныс-білістерінің баршасы көңіл айтты. Өнердегі әріптестері ағамыздың мәрттігіне, жомарттығына, ақ жарқындығына қашаннан тәнді екендерін жасыра алмады. Журналистика саласына жаңалық әкелген ағамыздың қарапайым аптаның 7-ші күні таксист болып, көшеде көрген адамдарын тегін таситын белгілі фотограф Жеңіс Ысқақбай өз парақшасына былай деп жазған еді. 6 күн журналист, 7-ші күні таксист. Кеше Өміржаннан естігенім, аптаның бір күнін көлікке отырып алып, көше кезумен айналысады екен. Жай жүріс емес, кез келген жол бойында қол көтеріп тұрған адамды алып барар жерін тегін жеткізіп отырыпты. Осыны дәстүрге айналдырып алған екен. Ақысы бата еді. Бұл Бейсекеңнің көбіміз білмейтін бір ғана үлгі болар қыры, ал әр қазақтың Бейсен ағамыз туралы өз айтары бар. 6 күн арпалыстан кейін адам бір күн демалу керек шығар. Бірақ біздің Бейсен ағамызда ол да жоқ. Осы күнге дейін әр қазақты бауырына басып, әр қайсының тағдырына жанашырлықпен араласа жүріп өз күтімін ұмытып кетті. Ел үшін туған ерлердің алды-арты дария кең болар деген бекер емес. Ағалап жүруші едік. Енді рухы асқақ, еңсесі биік Бейсен Құранбек деп жазды. Қазақ халқы осындай мәрт адамдардың жақсылығын ешқашан ұмытпайды. Бейсен ағамыздың көзі кетсе де, оның істері қазақ барда ешқашан өлмек емес. Видеомызды ағамыздың бір ауыз сөзімен аяқтағанды жөн көрдік. Ағамыз былай деп жазды. Ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген екен.